Ассаламу алейкум, арулаңыздар. Урматтуу меймандар, алыс жақындан келген қонақтар, Қырғызстанның 7 облысының 40 районынан чоғылған меймандар, алысқы жақынқы чет өлкөдөн келген қонақтар. Саламатсыздар бі, құтмандуу кечиңиздер менен. Дүйнөдөгү эң жакшы адам ким деп сураганда, жанындагы инсандарды бактылуу кыла алганы деп жооп берген экен. Анын сыңарындай, бүгүн сиздерге окшогон асыл инсандарды жанына топтой алган, эң мыкты бийик адамгерчиликтүү, таланттуу, сулуу айым Асел Турдалиеванын туулган күнү. Бүгүнкү жаркыраган салтанатыбызга, туулган күнгө, мааракеге кош келиңиздер, урматтуу меймандар. Айымдар мырзалар, эмесе сиздердин колдооңуздар менен бүгүнкү кечтин күнөөкөрү, бүгүнкү кечтин эң сулуу айымы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскерий үйүнүн башкы солисти, Бүбүсүрө Бишналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин сырттан окуу бөлүмүнүн деканы, көп кырдуу талант, элдин кызы Асел Турдалиева. Тосуп алыңыздар. Ордузан туралы, колубузду аябастан чабалы, койдун себепкери 50 жаш курман курагын белгилеп жаткан Асел Турдалиева.
жатқан жүрегінде 18 жашты қызды құттықтап келдік. Кімдір біреу үшін бұл 50 жаш бір чоң бір сан болса, мен үшін әсіле жеке баяғылы кішілекей таттақай сұлу жап-жаш бойдан демушка. Андықтан 50 жаш құт маңыраңыз құт болсын. 50 деген 100-дің жарымы, 100-ге шыққан қарыбы, еже мұндайдың бірін жашаңыз, ағачайын біз де қызмат қылып тұралы. Бүгін 50 жаш дегенді айтпаймыз. Бүгін ежені 18 жашыменен құттықтаймыз. 18 плюс дейміз, жақшарақ болмайды. Әсілге құт болсын. Мына 50 жаш деп айтып беремін. Қарашы, егер де 50 жаштағы кіші әселе жекемдей көрінсе қорқпай шыға беріш керек. Алтыда құдай бірісі 60 бар, андан кейін 70, құдайын беріп денсаулық 100 жашқадағы жетіңіз, топ-топ қалбай ал жерде 110-ды көзді кетіңіз, ошонда да 30-дағы келіндей үшінтіп ал тұрып тұрсын детіңіз. Бір қол Қол Шынды айтқан әселе және мақтауы көптеген сөздер бар, аның барын айта берсек той бүтіп қалады. Андықтан бүгінгі тойдың ең негізгі мақсаты жаңбыр менен жер үйрет, бата менен үйрет демекші, бата беру азамендік. Әселе жекемдегі қызды тағы өстірген мен Алия Павловна Арваңыздар, ата жұртуыстың ардақты атуылдары, құтманды оғышуақ кешіңіздер менен ағайын туғандар, құда-құдағилар, жора жолдаштар, кесіптештер. Жалпыңыздарды қырғыз сахнасының ажары, қырғыз маданиятының жүзі, қырғыз авазы, қырғыз үні, қырғыз сұлулығының эталоны болған Қырғыз Республикасының емгек сіңірген артисті Асел Турдалиеваның 18 жаш кешесіне қош келдіңіздер демекшіміз. Арбаңыздар, Алатауыздың алтын инсандары, Маға Еркин мырза айтышқан, бүгін мына ушул жерде маданияттың мықтылары, қаймақтары отырады деп. Ушул себептерден өзіңіздер байқап тұрғандай, адам қандай болса жанындағы жүрген адамдардағы күзгісі мал чағылышып тұрады дейді. Бүгін Асел айымдың қандай деңгейде екендігін мына ушул біздің қонақтарыбыздың қол чабуысынан, екінші бөліктің башталуысынан байқап қойсоқтағы болады деп ойлаймын. Кесіптеш сізді білмеймін, бірақ моғыл қолшабылар менің құпылыма көп толы берген жоқ, юбилярдықына дағы толған жоқ деп ойлаймын, андықтан мұндай қылбайлы. Бұйырса, 2050 жылдың 24 январь күні ұшыл жерде чоғылған жалпы меймандар кемебестен көбейіп, түгелі Асел Турдалиеваның 80 жылдық маракесінде чоғылауыз дегендер. Bir қол шап қойыңыздаршы! Азаматтар, барьері. Мырзаның сөзі өйді олады дегенді бекемдедіңіз оқшайды Еркен мырза. Екінші бөлікті қызматыңыздардабыз. Бүгінгі кешеде өзгөчө инсан, ардайым позитив, ардайым көрсің энерджайзер. Бая қайтып қойдық қой. Жүрекке еш уақытта бұрышты ішпейді деп. Мен бұл айымды көргенде өзімдің әле құрбы қызымдай сезе берем, ошол себептерден энергиясына бай. Асел айымды көргенде суқтанып тұрабыз. Жан дүйнөбүз байып тұрады. Мына ушунда инсандын коногу болудағы сіздер үшін бұл сыймық десек те болады. Тура, ал эми ушул инсандын өзүнүн чыгармачыл жолу жалпыңыздарга маалым болгондой, Ташкенттеги окуу жайды бүтүп келген соң улуу Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшалиевалар баштаган жол менен баштаган бул албетте маданияттын туу чокусунун бири болгон театр. Андыктан тоюбуздун экинчи бөлүгүндагы ушул театрга болгон таазимден баштоого уруксат этиңиздер. Андемесе сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү юбилярдын урматына деп юбилярга арналган жаңы ырдын, жаңы тасманын бетачары. Сөзү Бактыгүл Чотурованыкы, обону Мырзали Жээнбаевдики. Режиссерлық милдетті арқалаган университеттің кино жана телевидение факультетінің деканы Тынчтык Нургушаевичке терең разычылык билдиребиз. Андемесе көңүлүңүздөрдүн бардыгы дуалда жайгашкан экрандарда болсун. Театр деп аталган мыкты чыгарма, мыкты тасма юбилярдын урматына. Үчүнчү бөлүк башталганда коноктор айттырбайлы кол чаап калчылайында тургандар. Алақан чабуулар болсын, келіңіздер, қадырлы меймандар. Аялым көрксіз, жылдызсыз, Алатауым көрксіз, қырғызсыз. Ақ қалпақ киіп, тоң киіп, тоғылырда жүрген ең биік. Өнөр сүйіп, өнөр баққан, уютқылы ұлы елдің ұрпақтары, маданияттың қалқып алған қаймақтары, биік болған байрақтары. Амансыздар бі! Дүркі өте қол чабуулар болсын, бар болыңыздар дейлі. Қайратың тоны бұзса да, қашығын көлді сұзса да, оғызыңдан шыққан сөз үшін зоғыланы ұшса да, ел менен сен биіксің, елден шықсаң киіксің деген. Ел менен бір болып, жұрт менен бір болып, туған менен бір болып, анан аға туған, тели тең туш менен бір болып, барыңыздарды бапыратып, жақшылығына чақырып атқан
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турдалиева Асель Алымкуловнанын бүгүнкү 18 жаш юбилей кут болсун деп дагы бир түрүкүрөтө кол чапыңыздар. Чынында Алтынбек байкем айткандай, кыргыз эли кылымдарды карыткан из өчпөс тарыхтан улуу элдин урпагыбызбыз. Кыргыздын элинде айтат, бир жашыңда жаңачылган гүлдөйсүң, жашоонун кандай экенин билбейсиң. 10 жашыңда оргуштаган булактайсың, 20ңда так секирген улактайсың, 30ыңда мылтыкка таккан конактайсың, 40ларыңда өзгөлөргө жарык берип, күйүп турган шам чырактайсың дейт. Ал эми эл ортосу 50 жашка келгенде, эл сен жөнүндө сөз кеп кылбаса, баягы Асел 50 жашка чыкты деп турбаса, 50 жашың өттү дей бер итбекер. Башынан жаш кезинен атасыз калып, башынан өтсө дагы кырдаал көптөгөн, Асел эжемдин 50 жашы итбекер өтпөгөн, ушунча элдин сый урматына татыган Асел эжем үчүн катуураак кол чаап коелачы деп баарыңыздарды чакырам. Дүркүрөтө кол чабуулар болсун. Эми Асель Алымкуловна ар өнөрдөн такталган, ар өнөргө чап салган кыргыздын кыйын кызы. Аны бир гана биз кичинекей балдар, кичинекей кезибизде Асель Алымкуловнанын кандай экенин билгенбиз. Кандай талант экенин көргөнбүз. Ал эми бүгүнкү күндө дагы улуулардан бери ошол талантын, кадыр баркын бийик сактаган улуу кыргыз элинин кызы экенин, алтын кыз экенин айтып, даңазалап бүгүн айтып турган учуру. Анан Азамат Асель Алымкуловнаны бир гана Кыргызстандан куттуктабайт бүгүн. Бүгүн Асель эжеке көптөгөн өлкөлөрдү, көптөгөн мекендештерге барып, кыргыздын өнөрүн элине арнап, мекендештерди сүйүнткөн. Бүгүн Асель эже Европадан, Германиядан, Düsseldorf шаарынан Нурзат аты жекебиз, те алыскы АКШ өлкөлөрүнөн көптөгөн сиздин жакындарыңыз, сизди сыйлаган, сизди кадырлаган, сизди жакшы көргөн адамдар жакшы тилеген айтат да. Анда экранга көңүл буруп коелу, келиңиздер. Жаш келдиң би келген болсоң бери бас, демиккен тойлаган боз жоргоңдун демин бас, демин бас. 50 жаш төгүлгөн көз жашымды күтпөгүн, кучакта жайдары тосуп алам керип каш. 50 жаш мен кээде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы 50 жаш, балкыңды балалыкка кылсам, кайрылбайсыңбы 50 жаш, жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу 50 жаш, же эрте карылы калдырсам, аяп бир койчу 50 жаш. 50 жаш билчимин алыс жакта бардыгын, бирок тойбапмын ылдамдыгын, шардыгын, шардыгын. 50 жаш алдастап шашып калдым чынында, анткени билдим мен убакыттын тардыгын, тардыгын. Мен кээде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы 50 жаш, балкыңды балалыкка кылсам, кайрылбайсыңбы 50 жаш, жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу 50 жаш, же эрте карылы калдырсам,
жаштыгымды сагынсам, тарынбай